Даниал Ахметов Шығыс Қазақстан облысының әкімі қызметінен босатылды. Оның орнына Ермек Көшербаев жаңа әкім болып тағайындалды. Айта кетсек, Даниал Ахметов 9 жылдан бері дәл осы қызметте отырған. Зейнетке шыққанына қарамастан ол әкім болып қызметін жалғастыра берген. Ал жаңа әкім болса 2020 жылдың қаңтарынан осы күнге дейін Қазақстан Республикасы Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі болып еңбек етті. Айта кетейік, бүгінде Абай облысында өрт толығымен сөндірілген және де қаза тапқан 14 қызметкермен қатар өртті сөндіруге қатысқан тракторшы Сергей Архиповтың отбасы мүшелері де осы тізімге кіріп отыр. Яғни оларға мемлекет басшысы тапсырма берген көмектің барлығы көрсетілетін болады. Ал орман өртін сөндірген Алматы және Қарағанды облыстары төтенше жағдайлар департаменттерінің күштері мен құралдар топтамалары үйлеріне қайтарылды.